Сәлеметсіздер ме? Мен Шаттық Бөбекжайының тәрбиешісі Мұрат Жаңылсын Серік қызымын. Сәлеметсіздер, менің атым Аружан. Аружан, зертханаға қош келдің. Сен зертханаға не үшін келдің? Мен зертханаға үйренуге келдім. Тәжірибе жасап үйренуге келдің бе? Иә. Зертханаға алдымен келген кезде біздер қауіпсіздік ережесін білуіміз керек, солай ма? Қауіпсіздік ережесін сақтау үшін біздерге не керек? Ауызға маска киіп, және қолға және маска керек, иә? Маска, иә. Біздер зертханада жұмыс жасаған кезде, мына зертханадағы сұйықтық заттарды аузымызға салуға, оны ішуге болмайды. Ол біздің денсаулығымызға зиян, иә? Ол тек тәжірибе жасауға арналған құралдар болып келеді. Ендеше мен саған қазір түрлі түсті бояулардан тәжірибе жасап көрсетемін. Біздің бүгінгі тәжірибеміз түрлі түсті көпіршіктер деп аталады. Біздің бүгінгі тәжірибемізге қандай құралдар қажет? Баталар, су, сабын керек бізге. Және ұтқыштар, бояулар, қылғаламдар керек екен, иә? Ендеше біздер тәжірибемізді бастаймыз. Біздер емінші қолымызға не киеміз? Қолға киеміз. Бүгінгі біздің тәжірибеміз түрлі түсті көпіршіктер деп аталады. Көпіршіктерді жасау үшін біздерге алдымен баклажка керек, иә? Баклажкаға біздер салфетканы орап тағып қоямыз, иә? Бұл біздерде үйдегі қарапайым жасалатын тәжірибелер. Ендеше Аружан, мына түрлі түсті бояулармен мына тұрған баклажканы бояймыз. Кәнекей ағалы. Қандай әдемі көпіршіктер шықты, қарашы Аружан. Көрдің бе? Міне қарапайым бояулардан әдемі көпіршіктер шықты, иә? Саған ұнады ма? Иә. Жарайсың. Аружан, енді біздің келесі тәжірибеміз сүтпен жасалатын тәжірибе. Ол үшін біздерге не керек екен? Сүт, бояулар, сосын отыз-суатылар керек бізге. Жақсы, ендеше біздер сүтке мына бояуларды тамшылатып қосып аламыз. Енді біздер сиқырлы пішінімізді сүттің ортасына салатын боламыз, иә? Мінекей, мынала ғой. Алып саламыз. Ортасына саламыз. Сүт арқылы жасаған түстермен кепір қосамыз. Әдемі шықты, иә? Иә. Жарайсың. Аружан, біздің келесі тәжірибеміз лава шамы деп аталады. Лава шамын жасау үшін біздерге қандай құралдар қажет? Дәрі керек, шағу май керек, су керек, стакан керек, бояулар керек, дәрі керек. Және біздерге пипетка керек, иә? Иә. Енді біздер тәжірибемізді бастамас бұрын бірінші не құямыз? Су құямыз. Су құямыз. Шағу маймен су араласты ма? Иә. Араласқан жоқ, иә? Шағу май бетінде тұрып, су төменгі жағында тұр, иә? Енді біз не қосамыз? Дәрі. Иә, дәріні қосамыз, кәнекей. Дәріні саламыз. Енді қараңыздар. Жаңағы біздің құйған түстеріміз не істеп жатыр? Иә, атып жатыр, иә? Дәрінің көмегімен жоғарыға қарай көпіріп жатыр, иә? Міне қара. Көрдің бе? Иә, көрдім.
Bizde buni lava shami deb ataydi, ya. Mine bizning Jahul qizimiz jo'rga qaray ko'pirib atib жатыр ekan. Bugungi sana tajriba yoqmadimi? Ya odamı. Жақсы. Саған зертханаға келгеніңе рахмет. Сау болыңыздар. Sağ olun.